Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті көрермен. Дін істер басқармасының тапсырысы бойынша дін мәсін зерттеу орталығының ұйымдастыруымен алғашқы подкаст, алғашқы шығарылымыз. Парақшамызға тіркеліп, лайк басып, қолдау білдіріп, пікір қалдырып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі енді көріп отырғандарыңыздай, студиямыздың қонағы Нұрсұлтан Рысмағамбет ұстазымыз. Ұстаз, қош келдіңіз, жайық өңіріне қош келіп жатсыз. Енді бүгінгі шығарылым подкасттың ұйымдастыру мақсатта осы бізді көріп отырған көрерменге, жалпы жастарға әсіресе пайдалы болу мақсатында. Енді біз ұстаз, жалпы енді сізді қысқа нұсқа танимыз ғой. Иордания мемлекетінің Ярмук университетінің төрегі ретінде білеміз. Жалпы өзіңізді бір кеңінен біздің көрерменге таныстыра кетсеңіз. Иә, мен Қазақстан Республикасының азаматы деп қойдым. 1991 жылы Қызылорда облысы Арал қаласында дүниеге келгенмін. Одан кейін сол жердегі орта мектепті тамамдағанмын. Кейін экономист мамандығын оққанмын. Алғашқы диплом экономист. Одан кейін Сарыағаш медресесінің түлегімін. Сонымен қатар Мысырдағы тіл орталықтарында оқып тәлім алғанбыз бір жылдай. Одан кейін 2017-21 жылдар аралығында Иордания мемлекеттік, Иордания Хашимит корольдігі деп аталады, мемлекеттің аты. Сол мемлекеттің Ярмук деген университетінің тарих факультетінің түлегім, педагог. Сосын біз тарихтарды қарасақ, мысалы өзіміздің тұлғаларымыз айтады ғой, ауыл молдасынан сауат ашқан деп. Жалпы алғашқы ұстаздарыңыз жайында, алғашқы оқыған еңбектеріңіз. Алғашқы ұстаздарымыз біз сол неден бастадық қой, негізі барлығы медреседе басталды ғой. Оның алдында енді тиіп қашып әр жерде бір оқып жүрдік, мешітте, неде, ауылда, аралда. Ол кезде ұстаздардың тапшы кезі ғой. Алғаш 2010-11 жылдары ұстаздардың тапшы кезі, қазір ұстаздар көп, шәкірттердің тапшы кезі болып тұр ғой. Біргем дүние ғой. Сөйтіп әр жерде оқыдық, анадан әлиф жаттадық, мынадан бәні жаттадық. Сөйтіп жүріп, сол білімсіздіктен шаршап кеттік шынын айтқан кезде. Анадан бір сұрайсың, мынадан мынау былай айтады, мынау былай айтады. Сонымен барлығын тастадық та қолды бір сілтеп оқуға кеттік Сарыағаш медресесіне. Сол жердегі ұстаздар, сол мен алғашқы ұстаздарым, ол кезде олардың барлығы тірі, кімдердің марқұм Абсаттар ұстаз, Абдуғаппар ұстаз, Абсаттар ұстаздың тікелей сабақ алған жоқпыз, өйткені ол кісі сол кездегі діни мәселелер бойынша елдегі өте үлкен өршіп тұрған, бізге сабақ бере алмады ол кісі. Бірақ Абдуғаппар ұстаз бізге сабақ берді. 3 жыл бойы. Сол үшін қатты оқып кеттік деп қойды. Қорыққаннан. Ярмук университетінде 4 жыл. Ярмук университеті 4 жыл. 3,5-4 жыл. Тарих факультеті ол жерде. Тарих дегенде де сол ислам тарихын оқытады. Пайғамбарымыздың келуінен бұрынғы арабтардың тарихынан бастайды. Сонымен Осман империясы құлағанға дейінгі тарихты оқытады. Бүкіл мемлекеттің тарихы. Оның ішінде Аббасилер, Умауилер, пайғамбарымыздың өзінің өмірбаяны, 4 халифа, тағы Мамлюктер, Аюбилер мемлекеті, Фатимилер деген шииттер мемлекеті, Андалусия мемлекеті, Мағриб, Марокко, Андалусия тарихы, Берберлердің тарихы, одан Осман империясы басталады, солардың тарихы. Жалпы барлық тарихтан бір-бір қамтып өттік. Жалпы сосын тарих демекші, біз әлеуметтік желіде шыны керек біз ютубты ашқаннан бастап сираны білеміз көбіне. Мысалы, сира жолына пайғамбарымыз өмірбаян айтады. Сол кезде біз байқағанымыз қызықты фактілер бар. Тың оқиғалар ерекше. Бұрын соңды басқа бір сира сабақтарынан естімеген деректер естіп қалып жатамыз. Бұның сыры. Бұның сырын мен бүйтіп қатты білмейді екенмін ше, бір Алла тағаланың сәттілігі болды ше. Бүйтіп бүйтем, мен бүйтем деген нәрсе болған жоқ. Бір Алла ойыма осындай нәрсені салды. Сонымен кетті, бір көрдім. Бұл түсірілген Арал мешітіндегі сабақ бар ғой, 102 сабақ пайғамбарымыздың толық өмірбаяны. Бұл енді толық дегенде бастауыш қой бұл негізі. Одан кейін тағы да беріп жатырмыз ғой, қазір күрделі түрде. Барынша ішіне кіріп бүкіл оқиғаларды шешіп деген сияқты. Бұл ондай болады деп ойлаған жоқпыз. Мен 5-ші берген сабағым ғой, Аралдағы 5-ші берген. Оған дейін 4 рет бергенмін пайғамбарымыздың өмірбаянын. Мүмкін сол жердегі тәжірибелер бар, кеткен қателіктер бар, нелер бар деген сияқты. Бірақ негізі мына идея маған білмеймін қайдан келгенін, Құдай тағала осылай салды, ана шетінен бастасай,
арабтардың Меккеге қоныстануы, пайғамбарымыздың дүниеге келуі, Ибраһимнің дұғасы ғой ол деген сияқты. Құдай солай көкейге салды, солай істедік. Былайша айтқанда ешқандай бір жоспармен жасалған нәрсе емес. Бізде университетте де өйтіп оқытқан жоқ бізді. Университетте пайғамбарымыздың өмірбаяны деген не бар? Кәдімгі мәдда дейді ғой, енді не деп айтады? Пән бар, пән. Сол пәннен беретін ұстазымыз өте мықты доктор болды біздегі. Өте мықты. Мен әлі күнге дейін құрметтеймін, Алла разы болсын. Бүкіл оқиғаларды аналитик қой, шешіп тастайды, барлығын анализ жасайды да оқиғаларға. Сол кезде мен білдім, сира деген демек пайғамбарымыздың өмірбаяны тек бір дырылдата оқып шығатын оқиғалардың тізбегі емес екен. Бұл астындағы нәрселерді шешумен біздің өмірімізге пайда береді. Бәсе сира бұл пайғамбарымыздың өмірбаяны өміріңе пайда береді деген естисің да, бірақ оқисың дым біртүрлі да. Ешқандай жоқ та. Сөйтсек оның астындағы нәрсені шешумен болады екен ол. Қызығы сол екен ғой. Ғалымдарымыздың қаншама бірнеше жүз мыңдаған кітап бар ғой, сирада жазылған. Бірнеше жүз мыңдаған. Мен соның ішіндегі топ дейді ғой, үздік. Барынша үздік болған 10 кітаптан сол барынша материалдар жинаймын. Оның қасында жеңіл-желпі кітаптар бар енді, докторлар үлкен, ғалымдар жазып кеткен. Бір мәселе туралы айтатын болсам, бүгін мысалға да, сол 10-15 кітапты әкелемін де, сол мәселеге байланысты қараймын да. Сөйтіп. Енді сол Алла бір сәттілік берді енді. Олай дейік, бұлай дейік, біздің неміз емес енді. Алла тағала. Топ деп қалдыңыз ғой, енді сіз үшін ең құнды бір дерек кітап. Мен үшін, ойбай, мен үшін дегенде қалай, ол енді үлкен ғалымдардың көз майын тамызып, шаммен отырып жазған нелер ғой ол. Біз құсап свет жағып қойып, аузыңа сағыз салып, мына жағында шимшке, мына жағында капучино. Олай жазылмағанда ол еңбектер. Ол еңбектер кәдімгідей ол кезде майшам қымбат болған. Қазірде светтің ақшасы оның не емес қой, оңай емес қой. Бірақ майшам бізге дейінгі мына уақыттарда, ғалымдардың кезінде ең қымбат зат майшам болған. Сондықтан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мешітіне майшам әкеліп жаққан кісіге дұға қылған сол ғой, Алла сенің қабіріңді де нұрландырсын деп көрдіңіз бе? Ең бағалы затын мешітке әкеліп не қылды. Айтайын дегенім, барлық ғалымның көз майы бар, тамызған. Енді в вкусах не спорить дейді ғой, талғамға талас жоқ қой. Мен өзіме жеке басыма ұнайтын кітаптар бар. Олардың ішінде мынау Раудул Унуф деген кітап бар. Имам Абул Қасым ас-Сухайли деген үлкен ғалым бар. Бұл андалусиялық, Испанияда өмір сүрген, баяғы ислам мемлекеті ғой. Қазір енді 6 том болып шықты кітабы. Сол кісінің кітабы енді үздіктердің қатарында ғой. Негізі бұл кісіге Алла бір нені ашқан, даналықты ашқан ғой, есіктерін. Енді ана кісінің кітабын оқып отырсаңыз, сіздің ақылыңызға келмейтін бірдеңелерді айтады ғой. Мысалға, Исра Миғраж оқиғасын айтқан кезде, ол кісі сияқты ешкім айтпаған. Исра Миғраж оқиғасында ол астындағы дәлелдерін бар ғой, жаңа нелерін, хикметтерін. Неге Адам атамен кездесті, неге Ибраһим пайғамбар, неге именно сол 8 пайғамбармен кездесті, неге басқа пайғамбар көп қояқты, 124 мың пайғамбар болып, неге именно мыналармен кездесті деген сияқты мәселелерді енді Құдай тағала ашқан о кісіге. Ғалымнан артықшылығы осы да ғой, даналығында Алла берген. Бір ғалымдар даналығын аша алады, бір ғалымдар сәл ашып кетеді деген сияқты. Әрқайсының еңбегі бар, бірақ негізі сол кісінің кітабы өте мықты. Әлі қазақ тіліне аударылған жоқ ол кітап. Ішін былай қысқаша қылып аударуға болады, бірақ негізінде отырса бір командамен еңбек жасап. Сол сияқты Субулул Худа ва Рашад деген кітап бар, 14 томдық, 12 томдық те бар. Имам Мұхаммад ас-Салихи ад-Димашқи деген шамдық ғалым, Сира Шамия деп айтады, Шам сирасы деп айтады. Ол да өте мықты кітап. Көп енді кітаптар. Рамазан Бутидің кітабы бар, рахмауллахның. Жалпы жаңа осы бірінші кітап айтылған сол мықты. Бұл енді көбі араб тілінде. Араб тілінде. Әзірше араб тілінде. Иә, ұстаз, жалпы енді біздің оқырмандарымызға мүмкін қазақ тілінде, мүмкін орыс тіліндегі сира еңбектері болса бір қандай ұсынар едіңіз? Мен біздер ана енді мынадай ғой. Дамира Өмірзақтың кітабы ғой, қазақстанда көп оқиды. Алла разы болсын ол кісіге. Әркім өзінің шамасы келген нәрсені істеп кетіп жатыр ғой негізі да. Бірақ енді ана бір нәрсенің маманы болсаң, іштеңеге қанағаттанбай тұратын нәрсең бар да. Мойындамау емес ол. Осылай болғанда еді ғой деген сияқты да. Мен жеке өз басым әлі қазақ тілінде мені қанағаттандыратын кітап жоқ. Өз басыма. Халыққа енді дәл қазіргі уақытта сол кісілердің кітаптары ғой енді елдегі ұсынып тұрған. Енді көбісі түрік тілінен аударылған десек, енді артық айтқан болмаймыз. Көбісі түрік тіліне аударылып кеткен ғой.
Бірақ алла қаласа міне жақында өзіміз бастап болып қалдық міне кітапты. Бірінші томын алла қаласа меккелік кезеңді, пайғамбарымыздың өмірбаянының меккелік кезеңі, мәдиналық кезең деп 2 том, 1000 бетке жуық, Құдай қаласа. Барлығы өзінің оқиғаның суретімен көрсетілген, қай жерде болғандығы оқиға. Мысалға Амина анамыз туралы айтсақ, ол кісінің міндетті түрде қабірі көрсетіліп тұрады. Ол кісінің ата тегі полный шежіресі беріледі. Қаяқтан тараған, кімнен шыққан. Ешқандай оқыған көрерменде сұрақ қалдырмайтындай дәрежеде әуелі алла сәттілік берсе, сөйтіп кітап дайындап жатырмыз. Алла қаласа октябрьге дейін дайын болады шығар деп ойлаймын мен өзім. Бірінші томы. Екінші томына тағы отырамыз ғой, бір 6 айдай. Сосын тағы бір мына жерде жаңа айтып кеттіңіз ғой, Ибрахим алейхиссаламнан бастап енді қарау керек деген секілді. Енді пайғамбарымыз саламның кезеңі сіз үшін бір тебіренген қай кезеңді айта аласыз? Енді өміріндегі кезең оқиға көп қой, бірақ Анас ибн Малик айтады ғой, сахабаға Алладан разы болсын, мен үшін өмірімдегі ең қатты тебіренткен қуанышты кезең бұл Алла елшісінің Мәдинаға кіріп келген кезеңі дейді. Одан қуанышты менде ешқандай күн жоқ дейді. Әйелім босанып жатыр ма, анау не болып жатыр ма? Маған Алла елшісінің Мәдинаға кіріп келгеннен артық қуанышты сәт жоқ дейді. Өйткені ислам мемлекеті құрылып жатқан кезде. Бірақ өмірімдегі маған ең ауыр күн жоқ дейді. Алла елшісінің бізден кеткен күннен артық дейді. Міне өмір осы 2 кезең ғой негізінде. Екеуі адамды тебірентеді де, жылатады да. Сен ойла өзің полный өзіңнің жүрегіңді бір адамға тапсырғансың да, ол адам сенен ажырап кетіп жатыр да. Одан кейінгі өмір қызық емес ешқандай. Бірақ сен өз-өзіңді өлтіре алмайсың да, иман келтірген адамсың ғой. Сондықтан тағдырыңа сабыр етіп өліміңді күтесің, бірақ жүрек кетіп қалғанда ана кісімен бірге. Осы кезеңдер пайғамбар дүниеден өтуі үлкен катастрофа ғой, дүниедегі үлкен катастрофа сол. Бүкіл адам тебірентеді ол. Мына еліміздің тәуелсіздік алғаннан бері жалпы салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, ислам дінінің дамуы, пайғамбарымыздың, яғни қазіргі жермен салыстырған кезде ислам дінінің дамуы пайғамбарымыз саламның өмірінің қай кезіне салыстырмалы түрде ұқсайды? Меніңше анау меккелік кезеңге ұқсайды ше. Бір как будто жаңадан бір дін келіп жатқан сияқты да бізге. Енді ана атеизмнен не қарай өту оңай емес қой. Маман жоқ. Алғашқы лек бар ғой біздегі, алғашқы лек. Біз қазір енді дайынасқа тік қасық болып келген адамбыз ғой негізінде. Бізге дейін қаншама ұстаздар қызмет жасады, олардың көбісі өмірден өтіп кеткені бар. Жалпы дін қызметінде болған барлығы мақтауға лайық кісілер. Алғашқы біздің тәуелсіздік жылдарынан мына 2015-ге дейін қызмет жасаған кісілер. Олар үлкен жол ашып бізге дайындап беріп кетті. Біз келдік дайын, халық дайын, аудитория дайын. Келдік деп бастап кеттік та бірден. Оңай қабылдай алды да. Ал егер біз олардың кезеңінде болатын болсақ, онда қиын адамдарға. Бірақ енді сонымен қоса қолдайтын аталар да болды ғой, енді Алла разы болсын. Қазір бізді қолдайтын аталар болмай тұр, жастар болып тұр да, өкінішке орай. Аталарымыздың көбінің сыйқы әңгімесі араб құлдар деп шығып жатыр да, үлкендеріміздің көбі. Араб құлдар, бұлар араб ертең жаулайды бізді деп. Проблема жоқ, айта бер, проблема жоқ. Өзің айтқан сөзің ертең өзің жауап бересің Алланың алдында. Бірақ ешкім арабтың құлы болып жатқан жоқ, осыны айтып кетейін деген, осы жерде айтып кетейінші. Ешкім арабтың құлы емеспіз, біз Алланың құлымыз да. Арабтың бізге бір нәрсесі керек жоқ. Олардың дәстүрі, салты өздерімен өздері. Біздің өзіміздің қалыптасқан салтымыз, дәстүріміз, жолымыз бар. Алланың қалауы пайғамбар арабтан шығу керек болды. Басқа бізге арабты байланыстыратын ештеңе жоқ. Пайғамбар ортақ, бірақ арабтікі деп айта алмайсың да. Өйткені пайғамбарымыз өзі айтып кеткен. Арабтың өзге ұлттың арабтан, қараның ақтан, ақтың қарадан ешқандай артықшылығы жоқ дейді. Алланың алдында ешкім артықшылығы жоқ, ешкімнен тек тақуалықпен дейді. Яғни Аллаға кім жақын, сол артық дейді болды. Қазіргі адамдардың ауырып жатқаны сол да, араб сені жаулайды деп. Қай жерді жаулапты араб? Меккелік кезеңге ұқсайды деп жатқанымыз сол ғой. Біз жаңадан бір дінді әкеліп қиыншылық шегіп жатырық та, кәдімгі адамдар қабылдай алмай жатыр да бұл нәрсені. Өйткені ішіп қалған орта, шегіп қалған орта, жалаңаш болып қалған орта. Сондайда үйреніп қалған 70 жыл нәрсе адамдардың мына жаққа қарай келуіне қиын болып жатыр да. Сондықтан біздің Қазақстандағы кезең әлі меккелік кезең сияқты. Жеміс мәдиналық кезең енді бір болады шығар, Құдай қаласа 10-15 жылда. Біз енді мысалы үлкендермен бір жүрген кезде аталарымыздың, әжелеріміз көп айтады ғой.
атам молда болған, атам осындай кісі болған деп, бірақ келмейді да өзіне жасаған дүниесіне. Сол ғой енді атаңызбен алданасыз. Атаң не істей алады мысалға да? Кім біреуге бірден істей алатын болса, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтар еді ғой, Фатима, сен намаз оқымай қоя сал, мен өзім ыңғайлап аламын сені деп. Айтты ғой, Фатима намазыңды оқы, мен сені ешқандай ешнәрседен алып қала алмаймын деді. Тіпті айтты ғой, керек болатын болса, Фатима, сен ұрлық істесең, қолыңды шауып тастаймын деді. Көрдіңіз ба? Ешкім ешкімге пайда бере алмайды. Әркім өзі үшін ғой. Жақсылық істесең өзің үшін. Жамандық істесең қарымтасы өзің үшін да. Бірақ енді жамандық істеп тарихта қалған жаман ғой негізі. Құдай сақтасын. Жалпы енді біз ата баба айтайын дегенше ата бабаң ештеңе істей алмайды ғой. Әркім өзінің істегеніне өзі жауап береді. Ата бабаң кетті, ұстанды, дінді мықты болды, үлкен сынақтарда төтеп берді, кетті. Енді сенің дәуірің келді деген сияқты өзің істейсің. Жалпы ұстаз, осы Батыс Қазақстан облысы бойынша біз дін мәселесін зерттеу орталығы болғандықтан бізге әртүрлі сұрақ келеді. Мысалы, солардың бірнешеуіне тоқтала кетсек, жалпы маман ретінде өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз, енді жаңа айтқандай ислам тарихында да жат ағымдар болды, адастырушы, бүлік шығаратын топтар болды. Иә, солардан жалпы қоғамға, исламның қоғамына, мұсылмандардың қоғамға тигізген бір қалай зияндары қандай болды? Иә. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, менің үмметім 73-ке бөлінеді деді, бөлінді. Қазір білмеймін нешеу екенін, 73-тен көп шығар қазір. Санына жете алмай жатырмық қой. Бөлінді, бірақ біреу ғана тура жолда болады, дұрыс па? Әр ағымның ілесушісі бар да, өйткені адамдардың жүрегіндегі дерті әртүрліше. Көрдіңіз ба? Біреудің өкпесі бар Құдайға, біреудің өкпесі пайғамбарға бар, біреудің өкпесі арабқа бар, біреудің өкпесі дінге бар. Әркім өзінің ауруына қарай өзіне ыңғайлы ағымға ілесе береді ғой. Кез келген ағымның ілесушісі болады. Осыны ұмытпау керек. Бірақ қоғамдағы әсері айналып келген кезде дінге тиеді, көрдіңіз ба? Дүмше молда дін бұзар дегендей, дінге айналып пышақ тығылып жатыр, сол діннен адамдар жиіркеніп жатыр, сөйтіп алыстап жатыр. Алыстау арқылы өздерінің ақыретін құртып алып жатыр да олар. Енді мына алыстатып жатқан ағымдар бар ғой діннен, бұлар Алланың алдында жауап береді ертең. Кемел Алланың пәк ислам дінін адамдарға жиіркенішті қылып, адамдардың арасын бөлгендігі үшін Алланың алдында әдемілеп тұрып жауап береді олар. Барлығы жауап береді. Бұған дейін қаншама топтар шыққан, енді ол қайсы біріне тоқталасың? Том кітап бар. Мен өзімде осы тұрғанда қазір Маусуға жаңағы Фирақыл Исламия деген 2 томдық кітап бар да, аның ішінде топтарды оқысаң шетіне жете алмайсың. Не деген топ, Құдай сақтасын. Әркім бір саясаттың құрбаны болып, бір жаңағы байлықтың құрбаны болып ағым аша берген да. Любой ағымның Құраннан, сүннеттен дәлелі бар еще. Көрдіңіз бе? Бірақ қалай дәлелі? Ол өзінің түсінуі бойынша істеп жатыр да оны. Бізге керек емес сенің түсінігің. Бізге пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам замандағы сахабалар, табиғиндар қалай түсінді, сол сенім керек бізге. Сол міне тура жол болады. Ал енді ағымдар ол пайғамбарымыздың дүниеден өтуімен басталды, харижиттермен басталды ғой. Одан ары қарай кетті, шииттер шықты, анау шықты, мынау шықты, Қараматайдан келді, Фатиме келді. Ой, не бір түрі болған ғой, кәдімгідей анаша шектіретін секталарға дейін болған ғой тарихта. Сондай ағымдарға дейін болған. Адамдарды улап, кәдімгідей соған ілескен мысалға. Ілесуші бар да, көрдің бе? Жаңа айтып кеттіңіз ғой, исламнан безіреді деген секілді. Біз енді жалпы маман ретінде кейде ауданға шығамыз, ауылға шығамыз, халықпен кездесеміз ғой. Осы жақында мынандай бір оқиға болды. Бізге айтады, мен бір кісімен осыдан 7 жыл бұрынғы оқиғаны айтып отыр ғой. Мешітке барған екен, яғни бір кісінің, мұсылманның қарым-қатынасы, обращениесі дейді ғой, ұнамай қалған ғой. Дұрыс мазақ ретінде көрсеткен бе, соның кесірінен 7 жыл мешітке барған жоқпын дейді. Яғни енді ол дұрыс емес қой, әрине біреуді қарап бас тарту деген сияқты, мешіттен бас тартуы, исламнан бас тартуы. Бірақ жаңағыдай айтқым келгені, бізде айтады ғой, енді пайғамбарымыз сүннетімен жүру керек дейді, хадисті ұстану керек дейді, айту керек дейді. Бірақ мындай пайғамбарымыз мінез секілді көркем мінез неге таныта алмай тұрады? Енді неге екенін өзі жақсы-ақ білетін шығар, бірақ бұл үлкен қате ғой. Қате, оны бәрі біліп тұр, көріп тұр. Мынадай нәрсе ғой. Абдулла ибн Масудтың сөзі бар да. Енді хадис айтқанда өлтіреді енді, бірақ ше. Хадис айтқан кезде ойлап кетесің, мынау бір ойбай, мұхаддис қалым шығады. Бұл
ілім деген нәрсе дейді да, ілім деген нәрсе бұл көп нәрсені білумен емес дейді да. Хадиспен атысып жүрік қой біз. Субханалла деп қоясың да, ана хадисті бір атасың, мына хадисті бір атасың. Ыңғайыңа келген хадистің бәрін атып атырық та. Ілім деген бұл риуаяттарды көп білу, білімді көп білу емес дейді ілім деген. Ілім саған пайда берген нәрсе дейді. Міне. Суфиян ас-Саури деген үлкен табиғин ғой. Или Суфиян ибн Уяйна ма есімнен шығып тұр. Сол анасы айтқан екен, балам сен жұмыс істемей ақ қой. Мен сенің бүкіл мұқтаждығыңды өтейін, сен ілім ал балам деп айтқан екен да. Бірақ ілім алып жүрген кезде 10 әріп үйренгеннен кейін өзіңе қара деп айтады дейді. Қарасай. 10 әріп дейді. Какой там хадис? 10 әріп үйренгеннен кейін өзіңе қара дейді. Егер де салмақтылығың, тақуалығың артып жатса, онда ілімді жалғастыр дейді. Тәкаппарлығың, менмендігің, сөз қабылдамауың артып жатса, онда қоя сал дейді онда. Сен зиян шегіп атсың дейді ілімнен. Көрдіңіз ба? Жауап осы ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, сен 1000 хадис біле бер, оның көркем мінезіндей мінезің бола алмаса, бір тиын бар ғой. Бір тиын ілімің. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзі айтып кеткен ғой. Мен мен жіберілдім не үшін? Ли утаммима макаримал ахлақ дейді. Мен көркем мінезді кемеліне жеткізу үшін жіберілген пайғамбармын деп жатыр. Мақсаты не? Адамдардың арасында көркем мінезді тарату. Мақсат осы. Егер бойыңда мұсылманшылық сипатыңда сол нәрсе болмаса, онда сен артқа қарай құлдырап бара жатқан адамсың да. Баяғың мен қазіргіңде дым артықшылық, айырмашылық болмаса, онда сен зиян шегудегі мұсылмансың, болды. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям, бұл қазір көркем мінез туралы айтатын болсақ, біраз адам еліктен өтпей қалады негізінде. Не деді? Иттақиллаха хайсума кунта деді, иә? Ей Абу Зар, жердің қай шетінде болсаң да Алладан ешқашан шығып кеттім деп ойлама дейді. Алла сені әрдайым бақылауда, тақуалық жолын ұстан дейді. Ва атби'ас саййатал хасаната тамхуха. Егер де бір жамандық істеп қоятын болсаң, оған артынша жуып шаятын бір жақсылық істеп жібер дейді да. Ва халиқин наса би хулуқин хасан дейді. Адамдармен әрқашан көркем мәміледе, көркем мінезде бол дейді. Міне, бұл бұйрық райында айтылып жатыр пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бірінші Құдаймен байланысты жөнде деді. Екінші не деді? Жамандық мәселесінде сақ бол деді. Кейін тәубені ұмытпа деді. Және үшіншісі адамдармен қарым-қатынас. Бізде исламдағы құлшылықтың қабыл болуының өзі ихсан дейді ғой, мына ілім. Құлшылықтың қабыл болуының өзі осы көркем мінезге байланысты ғой. Бұзықтық бар ғой. Иннал фуджура яхди илал, не дейді? Иннал казиба яхди. Бұзықтық, өтірікшілік бұл жамандыққа апарады дейді. Жамандық тозаққа апарады дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Өте қорқынышты. Сондықтан пайғамбарымыздың сүннетін ұстанып жүрмін деп жақсы сақалыңды қойып атсың, тақияңды киіп атсың, мешітке барып атсың, бірақ сенен адам мінезіңнен жеркенетін болса, сен әшейін артқа құлдырап бара жатқан мұсылмансың, болды. Сенің артыңда пайғамбар тұр, оның артында Алла тұр, дін тұр ғой оның артында, көрдіңіз ба? Маған қарап дінді өлшеме, пайғамбар деп айтады ғой. Жоқ, адам бәрібір саған қарап өлшейді дінді. 1000 жерден қаша бер, бәрібір саған қарап өлшейді адам дінді. Қателесе бер, бірақ ешқашан көркем мінезіңді ұмытпа. Алланың елшісінің мақсатын ұмытпа келудегі. Мына сахабалар дейді кейде естіп жатамыз ғой енді. Омар радиаллаху анху болса, егер сен мына жерде болсаң басында бар еді, бетер еді деген секілді ше. Жалпы енді көбіне соны бір қаталдық жағынан бір қатты айтқан сөздерін ғана әкеліп отырады да бізге. Бүйту керек, осылай жасайды деген секілді. Ол мынадай нәрсе ғой. Адамдардың табиғаты сан алуанда. Біреулер бар қатты. Біреулер бар орташа, біреулер бар жұмсақ. Дұрыс па? Адамдардың бұл өзінің жаратылысы ғой, болмысы сондай. Омарды мысалға әкелесің, ал қаттылықта жақсы. Сен бәрібір өзіңе ыңғайлап атсың ғой оны. Айналып келген кезде өзің нәпсіңе ыңғайлап атсың да, Омар болғанда бетер еді, Омар болғанда сені де апаратын жерге апарып тастайтын негізі. Әңгіме айтушы да. Неге Абу Бәкір детпейсің сен? Мысалға да. Бұл адамдардың саны, мынадай ғой, әркім өзінің нәпсісіне жақын сахабаны алып алады да, немесе қоғамдағы проблемаға байланысты сахабаны алып алады да, сонымен баса береді да әңгімені. Жоқ, қайда? Омарда пенде, Омарда адам. Дұрыс па? Омарды қанша жерде Абу Бәкір түзеген радиаллаху анху. Сондықтан Омардай болу керек дейтін болатын болсаң,
жақсы толық істей алатын болсаң бұл. Бірақ біреулерді омар қылам дейтін болатын болсаң, онда қателесесің. Өзің бірінші жасап ал да ол кісінің туралы, өзің жасап ал бірінші. Сен егер өзіңе тақуалық келетін болса, әділдік келетін болса, Алла онсыз да итакта сізге айбат дейді, айбат беріп қояды. Айбат береді адамға. Омарға сондай айбатты бергенде Алла тағала. Омар пайғамбардың жанында сондай адам болуы керек болды да. Көрдіңіз ба? Шариғаттың үкімдері соған байланысты болып өтті өйткені. Бәрі бірдей жұмсақ болып кеткен жоқ, бәрі бірдей қатты болып кеткен жоқ. Бұлай да болып өтті да. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям барлығының ойын тыңдап өтті да. Бірақ шешімді кім дауысты көп береді, сонымен шығарып өтті. Түсінікті. Жалпы енді жаңа айтып кетті ғой, адасушы топтар, осы еліміздегі сол адасушы топтардың идеологиясына қарсы жұмыс жүргізіп жатыр. Бірақ қазіргі таңда енді біреу жақтайды, біреу даттайды деген сияқты ғой, біреу қоштайды. Өзіңіздің ойыңыз жеткілікті түрде жұмыс жасалып жатыр ма маман ретінде? Енді жұмыс жасалып жатыр, бірақ Алла жүрегіне дерт берген адамды былайша айтқанда біз ешкімді тура жолға бастай алмаймыз бәрібір. Ескертеміз, айтамыз. Мүмкін егер жүрегін Алла ашып атса келер. Бірақ ла икраха фид-дин, дінде ешкімді зорлап әкеле алмайсың бәрібір. Айналып келген кезде олардың болуы да бізге не болып тұр ғой? Ғибрат болып тұр ғой негізінде ше. Алланың даналығы ғой. Алланың хикметі бар бұл жерде жасырған. Біз бір-бірімізбен арпалысып жүрген сияқты болып көрініп жатырық қазір ше, мысалға да. Бір Алла тағала біз тура жолдағы мұсылмандарды солар арқылы тәрбиелеп жатыр ғой, Алла тағала көрсетіп қойып жатыр да. Бұзықтық, мына өтірік, жалған бар ғой. Жалған ұзаққа бармайды бәрібір. Мен айтайын сізге бар ғой, бұған дейін пәленбай ағым шыққан ғой негізінде тарихта. Бәрі жоқ болып кете береді ше. Бұлар да ертең жоқ болып кетеді кәдімгідей. Көш жүре береді да, ит үре береді дейді ғой. Иттер үріп жан-жақта қалып қоя береді. Бұдан кейін әлі қанша шығады ертең? Қазір шығып жатыр ғой енді. Бұрын болды ма мысалға, араб қол деген айтатын болған жоқ, міне шығып жатыр да. Олар да кетеді ертең. Мыналар да кетеді жаңа сіз айтып отқандарда. Бәрі кетеді, жаңа бірдеңе шығады. Бұл бітпейді. Неге бітпейді айтайын ба? Өйткені Алла тағала өзінің хақ тура жолы салған тура жолы, пайғамбардың жіберген жолы. Соның Алланың жолында қабыл етілген тура мына ғалымдардың барлығының еңбегі қабыл етілгендігін Алла әрқашанда дәлелдеп бере береді ғой. Бұл біріншіден, екіншіден исламдағы ілім тоқтамасын деген хикметі бар сияқты Алла тағаланың ше. Олар шыққан сайын ізденіп жатырық қой біз ше. Олар шығады, оларға жауап іздейміз деп қаншама кітаптарды ақтарып тастап жатырық та, тарихта шаң басып жатқан үлкен ғалымдардың кітаптары ашылып кетіп жатыр қазір ше. Жазылып кеткен ғой негізі бұлардың бәрі. Бұл жаңадан шыққан бірдеңе емес, бұл баяғыдан бар нәрсе ғой. Қайталана береді да просто. Адамдар өзгеріп отырады, болды. Сол сценарий ғой бәрі. Тарих өзін қайталай береді ғой өйткені. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұның бәрі жауабы айтылып кеткен. Біз кітаптарды көтеріп жатырық, ақтарып жатырық, оған қоса біз білімді арттырып жатырық, оларға жауап беріп жатырық. Енді келсе өзі үшін қайырлы, келмесе Аллаху ғанийюн анил аламин. Алла әлемдерге мұқтаж емес. Ешкімнің құлшылығына мұқтаж емес. Алла бүкіл дүние кәпір болып кетсе де Алла ешкімге мұқтаж емес. Аллаға ешкім зиян бере алмайды. Бүкіл дүние мұсылман болып кетсе де ешкім Аллаға пайда бере алмайды. Әркім өзі үшін ғой. Не ексе соны орады. Сосын сіздің видеоңызда біз бір не айттыңыз, жалпы білім батыста емес, шығыста емес, жалпы білім ютубта деген секілді. Жалпы енді қазіргі таңда айтады ғой, заманның түлкі осы тазбап шап демекші білімнің зекетін беру деген бар. Осы білім зекетін беру жолында әлеуметтік желіні пайдалану қаншалықты дұрыс деп ойлайсыз? Жалпы өзіңіз қалай пайдаланып жатырсыз? Енді кім не оқыды деген сияқты мәселе ғой бұл жерде ше. Қазіргі таңда қарасаңыз, сөзіңізді біліп жатырмын, муфти мен муфтиялар көп қой. Діннің ютубты ашып қалсаң да, тиктокты ашсаң да. Бәрі муфти, бәрі ғалым. Отырып алып, фатуа беріп, илхам күтеді, жаңа Құдайдан келетін. Жобасы осылай дейді да ұра береді. Білімсіз фатуа беру, пайғамбар салам хадисінде айтады. Өзіне отты аузына әзірлеп жатыр дейді да. Жүгенмен от тағылады ғой ертең. Сол отты дайындап жатыр дейді. Білмейсің ба айналайын, білмеймін деген білімнің жартысы дейді. Білмеймін, ешкім тағыңа түсіп қалмайсың. Білмеймін ба, значит, білмеймін, болды. Маған сұрақ қояды кейде, мысалы, білмеймін, мен білмеймін, болды. Не болыпты? Іште проблема жоқ. Наоборот, сенің ынсаптылығың ол. Білмеймін деген нәрсені білмеймін деп айту ынсап. Әр нәрсең өзің маман сөйлеу керек қой. Мысалға мен барынша ислам тарихынан шықпауға тырысамын да. Енді өзім білетін нәрселерде кірем шариғатқа, өйткені ілім бар шариғи, өзіме жететін кішкентай. Сол мәселелерде кірем, артық өзім жобамды білем мен. Өзімнің қайтатын орнымды білем.
тыныш қоятын жерде тыныш қоя салам болды. Сондықтан мынау қою керек. Жаңа кітап дайындалып жатыр дедіңіз. Сіздің өзіңіздің кітабыңыз бар, сахабалардың сәулелі ғұмыры деген. Жалпы тағы да басқа алдағы жоспарыңыз жайында айта кетсеңіз, қандай кітаптар одан бөлек шығайын деп жатыр, немесе басқа? Мынау Алла разы болсын. Енді дәл қазіргі уақытта міне бүгін муфтияттан қазір жаңа не келіп жатыр, рұқсат Құдай қаласа. Өзім жазумен қатар пайғамбарымызға, мен негізі өзімнің бар мақсатым пайғамбарымызға қатысты бүкіл нәрсе бар ғой, бүкіл ілім, бүкіл соның бәрін тастап кеткім келеді да қазақ даласына. Шамам жеткенше. Соны Құдай қаласа енді сахабаларда бұл да пайғамбарға тікелей қатысты адамдар ғой. Сонымен бісмілласын бастадық. Өйткені баяғы 2017 жылдан бері менің ішімде бар еді ол нәрсе. Бұл бірінші том, екінші том келесі жылы жарық көреді, оны да дайындап жатырмыз, Алла қаласа. Биыл пайғамбарымыз саллаллаху өмірбайының бірінші томын дайындап жатырмыз, келесі жылы екінші томын дайындаймыз. Онымен қосымша қапталдасып, қазір олар пайғамбарымызды осылай сүйген еді деген кітап дайындалып жатыр. Шағын 100 беттік, бірақ ішінде бір 20-ға жуық оқиға бар сахабаларымыздың пайғамбарға деген махаббаты туралы. Енді оқыған адамның көзіне еріксіз жас келеді. Мен өзім бір тексеріп оқып шықтым. Үндемей жаңағыдай тығылып жылап алдым деген сияқты ғой. Ішімді көрсетпей. Құдай қаласа міне бүгін несі келіп жатыр? Рұқсат келіп жатыр муфтияттан. Аударма, бірақ бұл аударма ғалымның еңбегі ғой. Оны да аударып қазақ даласына таныстырғымыз келіп жатыр. Адамдарды барынша пайғамбарға деген махаббатын ояту үшін. Одан кейін тағы кітап дайындалып жатыр, ол Алла елшісінің бір күні деген. Таң намазынан бастап түнгі ұйықтағанға дейін келесі таң бар ғой. 24 сағаты ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Ол да бір 150 беттік кітап шамамен. Не істеген пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Жаңағы көшедегі біз айтып жүрген мұсылмандармен келе ма сәйкес істеп жатқан нәрсесі? Кәдімгідей ұялтады адамды ше, ол кісінің істеген нәрсесі. Ол да Құдай қаласа бір айдың көлемінде дайын болады. Жобасы аударылып бітті. Енді тексеріске жібереміз муфтиятқа. Одан кейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әйелдер деген кітапты дайындап жатырмыз. Бүкіл әйелдері, пайғамбарымызға некелескен әйелдер бар, некелеспеген әйелдер бар ғой, өздерін ұсынған 30-ға жуық әйел бар. Пайғамбар бәрін алмаған ғой олардың. Алла тағала уахимен үйлен дегендері үйленген да болды. Сол үйленгендерін де жаздық, үйленбегендерін де жаздық, күңдерін де жаздық. Жалпы бір 200 бетке жуық кітап. Мұхаммад Салихи ад-Димашқи деген жаңағы Сира Шамияның авторының жазып кеткен кітабы. Әрбір әйелінің абзалдығы барлығын жазып. Ол да Құдай қаласа бір айдың көлемінде дайын болады. Осылай кетіп жатыр ғой. Осылай командировка дейміз ғой, енді командировка бола ма, әлде дін тарату бола ма? Осылай Қазақстанды аралаумен қатар осындай кітаптар жарық көріп жатыр, Алла қаласа. Биылғы жылға ұсынатын кітаптар осылар. Жылдың соңына дейін. Осы подкастымыздың қорытындылай келесіз, бізді көріп отқан оқырмандар бар, көрермен бар, соларға бір білім жолында жүрген шәкірттер бар, соларға бір айтар ақыл кеңесіңіз болса. Енді бір андай жаңа ұстаз құсап, ютубта деген құсап, білім ютубта деген бір өсиет айтатын адамда емеспіз ғой, бірақ кішкентай бір жинаған тәжірибе бар, не бар. Жалпы іліммен айналысуды тоқтатпау керек негізі ше. Қазір мүмкіншілік көп, бүкіл мешітте ұстаз бар ше. Мемлекетте тіпті ислам университеті бар, басқа жерлерде жоқ та. Бұл да бір Алланың бізге берген нығметі ғой. Медресе көп, Құран жаттайын десең, Құран жаттайтын жер бар. Шариғат оқайын десең, шариғат. Жалпы білім алу керек. Дүниенің ілімі болса да, бауырымызды айтамыз мысалға да, сен физика, математиканы оқи бер, сен ағылшын тілін оқи бер. Оқы, дүниедегі ілімнің бәрін оқы, бірақ Алламен байланыстыратын ілімді тоқтатпай ешқашан. Мынау сенің дүниелігің нампұлың болса, мынау Алланың алдындағы ақтап шығатын нәрсең да. Мынау мен ақтап шыға алмауым мүмкін да, ертең мен қолым тимейді деген нәрсе болмайды. Сондықтан қосымша мынау жасы өсіп келе жатқан жастар бар. Біз тыңдайтындардың көп жастар ғой, үлкендер тыңдамайды. Өйткені көк прикол ғой біздің нелердің бәрі, сабақтардың бәрі. Дүниеге келгеннен тал бесіктен жер бесікке дейін ілім талап қыл деді. Болды. Одан асқан өсиет жоқ. Пайғамбардан артық өсиет айтатын адам жоқ қой. Сондықтан өмір бақи ілім талап қылу бұл адамды әрдайым дамудың үстінде. Тұрып қалмайсың да. Европада не дейді? Аптасына бір кітап бітіреді дейді ғой. Аптасына бір кітап оқиды дейді. Аптасына бір кітап оқыған адам, мысалы, бізде қазір жылына бір кітап оқысаң оқисың, оқымасаң ол да жоқ.
екеуміз салыстыруға келмейді да. Сөйтіп алып сендер дамымайсыңдар деп әңгіме айтады. Конечно, дамымайсың, кітап оқымайсың да. Сондықтан анау ютубтағы ілім бұл жақсы ғой, бірақ ол ешқашан ілім болмайды бәрібір. Ілім үш нәрсемен болады: ұстазбен, шәкіртпен, арадағы байланыс дәнекер кітаппен болады. Сол ілім тәтті болады. Сондықтан құрметті жастар, мені көріп отырған, ілім алыңыздар, тоқтатпаңыздар ешқашан. Тек қана жақсылықтың жәрдемшісі болыңыздар. Итакта жамандық жасайтын адамдар жетеді, шаш етекте. Машалла ұстаз, Алла разы болсын. Жақсы, пайдалы, ғибратты сұхбат болды деп ойлаймын. Алла разы болсын, сіздерге де шақырамын. Табысыңызға, шығармашылық еңбектеріңізге Алла тағала табыс берсін. Амин, амин. Тек жақсылықта кездесейік. Болды, кеп тұрайық Оралға. Келіп тұрыңыз.